Қайырлы күн. Егер сіздердің салық кабинетіңізге осындай SMS келетін болса, сіздің режиміңізді, мысалға, бұрын қандай режимде болдыңыз, упрощенный режимде қайта қалғыңыз келетін болса, соны өзгертуге өтініш тастау жолы. Ол үшін біз Google-ға кіріп, ISNA деп терсек, жаңа салық кабинетінің үлгісі шығады, соңғысы. Сонымен біз мұнда ECP-ні таңдап кіруді таңдаймыз. Бұлай кабинетіміз ашылады. Сосын мұнда тұрған құжат тапсыруды басамыз. Және де поискке режим деп жазамыз. Соны іздеген кезде бізге бұлай шығады. Соның ішінде қолданылатын салық салу режимі туралы хабарлама дегенді таңдаймыз. Тапсыруды басамыз. Мұнда тұрған 3 салық режимін көрсетіп тұр. Біріншісі оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі, шаруа немесе фермер қожалықтары туралы, және жалпыға бірдей белгіленген тәртіп деп. Соның ішінде бізге қажеті упрощенный режим, яғни қазақшасы оңайлатылған декларация негізіндегі, соны таңдаймыз. Және де ерікті шешім қабылдау, соны таңдаймыз. Келесі бетке өтеміз. Салық салу режимін таңдаймыз. Және астындағы да галочка қойып өтеміз. Біздің мемлекеттік кірістер органының кодын таңдаймыз. Егер сіздікі басқа, қаланікі басқа код болатын болса, соны жазасыз. Ары қарай жалғастырамыз. Сізге біршама уақыттан соң мына жерде жаңадан осылай шығады. Сіз таңдаған отчет мұнда көрсетіліп тұр. Міне мұнда өзі белгіленіп, арнайы сіз қалдыратын өтініштің үлгісі жасалынып тұр. Осында мына қол қою дегенді таңдап, біз ары қарай ECP ключімізбен қол қойып жібереміз.